Содан соң енді рұқсат бермесе әйелі күнәһар бола ма дейді. Бұл да бір қызық сауал енді негізінде. Бұл да екі ұшы бар сауал етті. Енді сауалға тура жауап берсе, бір қандай да толық дәрежеде емес, бір қандай да бір себептермен күнәға жақындайды, күнәһар болады. Себебі мысалы перзент бере алмайды өзі дейік. Енді босана алмайды бұдан кейін. Немесе мүлде босанған емес. Енді күйеуін де сол күйі жүргізіп қою, ұрпағын сүйгізбей. Енді егер шын жақсы көрсеңіз, қиянат болмай ма? Соған, соның ұрпағын сүйдірген. Мысалы қараңыз, екінші әйелден туылған бала да бәрібір сол өзіңіздің енді туған күйеуіңіздің баласы ғой, былайша айтқанда. Рас па? Оны да бауырыңызға бассаңыз ешқандай несі жоқ. Фамилиясы соның, руы соныкі, ең соныкі, өз жоба түрі де келеді ғой өз, былай. Жаңағыдай басқадан болса өзі келмейді. Содан болғасын келеді өзі түрі. Сондықтан жаңағыдегі айтатын бауырлар. Енді әйел кісіге ол барынша дұрыс сабырлық еткені, немесе сондай неғылу дұрыс, бірақ біле біліңіз, әйел кісі сол қиянат жағынан, қиянатқа барып қою жағынан расында да күнәһар болуы мүмкін. Бірақ ер кісі де ойламасын жаңағыдай көкірегін қайқайтып, міне көрдің ба деп. Жоқ, біліп алыңыз. Өзбек халқында мақал бар: есекке отырдың ба, артым ауырды деме дейді. Сондықтан ақыры оған бел шешіп кірістіңіз бе, екеуін тең алып жүресіз. Екеуін тең алып жүресіз. Барынша жаңағыдегі екеуіне бірдей қызметте боласыз, көңілін табасыз.